Үндістанда су тасығыш бір кісі екі шелек алып иін ағашпен су таситын болса керек. Алайда екі шелектің біреуі тесік екен. Бүтін шелек өзіне құйылған суды қожайынның үйіне сол күйі шашау шығармай жеткізеді екен де, ал тесік шелек болса, толтырып құйылған судың үйге жеткенше жол бойы сыздықтатып отырып, әрең дегенде жартысын ғана апарады екен. Бұл жағдай дәл осылай тұп-тура 2 жыл бойы жалғасыпты. Су тасушы күн сайын қожайынның үйіне толықтай 2 шелек емес, 1,5 шелек қана су жеткізіп жүріпті. Сау шелек өзінің құлтқысыз қызметін мақтаныш көрген сайын, тесік шелек байғұстың іштей мұңайғаны соншалықты жерге кіріп кете жаздап ұялып, өзін қатты ыңғайсыз сезінеді екен. 2 жыл өтіп, бір күні әдеттегідей өзен жағасына тағы барғанда, шыдамаған тесік шелек су тасушыға қысыла-қымтырыла: "Сізден кешірім сұрасам деп едім. Білсеңіз, ылғи алдыңызда ұяттан өртене жаздаймын", депті, назарын төменге салған күйі. Таң қалған су тасушы: "Неге?" деп сұрапты. Шелек: "Өйткені менің бір бүйірім тесік болғандықтан, ылғида сіз толтырып құйған судың жартысын ғана жеткізіп, өзіме жүктелген міндетті толықтай орындай алмай, жүрегіме іштей қатты қысыламын. Менің кесірімнен сізді де өзіңізге тиесілі төлемақыңызды толықтай ала алмай келесіз", дегенде су тасушы: "Оған бола қайғыратын түк те жоқ. Одан да қожайынның үйіне баратын жолдың сен жағындағы гүлдерін бір байқашы", деп жай ғана айтыпты. Тесік шелек байқаса, қожайынның үйіне жеткенше жолдың өзі жағы шындығында жапырағы жайқалған, иісі аңқыған небір әдемі гүлдерге толы екен. Тіпті әлгі гүлдерге қызуы жақсы түсіп тұрған күнді де байқапты. Сонда су тасушы: "Көрдің бе?" деп сұрайды. "Бұл сендегі кемшілікті менің байқағандығымның әрі оның өз жөнін тауып, орайластыруымның жемісі", деп сөзін жалғастырыпты. "Жолдың сен жағына әдейілеп гүлдер ектім, ал сен болсаң, күн сайын біз өзеннен су алып қайтқанда, оларды суғарып тұрдың. 2 жылдан бері осы әдемі гүлдерден амарып, қожайынды таңғалдыра, дастарханын жайната келемін. Егер сен тесік болмағаныңда, қожайынымыздың үйінде мұндай әдемілік болмас па еді", деп түсіндіріпті. Содан бері тесік шелек ешқашан қысылмайтын болыпты.